Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ашық есік күні өтті. Оған шаһардағы барлық мектептен 250-дей оқушы қатысты. Олар оқу орнын ұсынған мамандықтар және оқуға түсудегі кейбір өзгерістер туралы естіп білді. Ашық есік күнінде мектеп оқушылары жоғарғы оқу орнына қабылдау жүйесі жайында жан-жақты ақпарат алып, білімге қойылатын талаптармен танысты. Сондай-ақ өздерін қызықтырған мамандықтар бойынша сұрап білді. Атап айтсақ, бүгінде университет 52 мамандық бойынша жоғары білім береді. Жоғары оқу орнына қабылдау ережесінде біршама өзгерістер енгізілді. Соны оқушыларға жеткізіп, таныстырып, олар жаңа соны білсе, алдын ала олар ертең оқуға түсуге грант алуға көп мүмкіншілік туғызады. Соған мысал келетін болсақ, осы 7 ақпаннан бастап грант туралы мәселесінде, ережесінде бір осындай өзгеріс енгізілген. Енді грантқа барғанда балдар бұрынғыдай 4 әртүрлі мамандық таңдай алмайды. Олар тек қана жаңағы білім бағдарламалардың тобын тек бір салада таңдай алады. Сапалы білім беру басым бағыты. Сондықтан жылма-жыл 1000-нан астам мектеп түлегі осы оқу орнында таңдайды. Әрі мұнда қос дипломдық жүйе қалыптасқан. Яғни студенттер шетелдік білім ордаларының дипломдарын қоса алып шығады. Биылдан бастап БХМО-ның жөнінде Қазақ ұлттық медицина университетінің филиалы ашылайын деп тұр. Жалпы медицина мамандықтар бойынша биыл тұңғыш рет түлектеріміз қабылдайын деп жатырмыз. Сонымен таныстырайын деп балдарды және шетелдік университет бойынша жаңа академик ұтқырлық қос диплом бағдарламаны бәрін толықтай таныстыруға мақсатында соны өткізейін деп едік. Дәстүрлі ашық есік күнінде университеттің тарихымен жеткен жетістіктері де баяндалды.